Толқының болып сағыммен, тауларға сен деп табындым. Қорғансыз мынау тірлікте, қорғаным сені сағындым. Бұл еске алу фильмі 69 жасында өмірден өткен ардақты әке, аяулы жар, жанашыр бауыр, қимас дос Сағындық Әбусағиұлының рухына арналады. Фәни жалғаннан бақи дүниеге аттанған айрықша жандар артына таусылмас сағыныш, ұрпағына мәңгі азық болар рухани мұра, өмір жолын үлгетер сәулелі соқпақ қалдырады. Қашанда орны ойсырап тұрар ондай асыл жандар төгіп өткен мейірім махаббат, көрсетіп кеткен өнегелі өмір әркімге де темір қазықтай үлгі болатыны анық. Аяулы әкеміз Сағындық Әбусағиұлы адамдық қасиетті бәрінен биік қоя білген, дархан көңілді, кең пейілді, артына сондай сәулелі соқпақ қалдыра білген арда азамат еді. 1956 жылдың 31 наурызында Алматы облысы Кемертоған ауылында Әбусағи ақсақал мен Гүлжан ананың шаңырағында дүние есігін ашқан Сағындық ата-анасының мейіріміне қанып, тектілігі мен тәлім тәрбиесін жастайынан бойына сіңіріп өсті. 7 жасында отбасы Қарғалыға қоныс аударған соң сол мекенде үлгі тұтар азамат болып қалыптасты. Отбасында 5 ұлдың үлкені болған Сағындық ағасы бардың жағасы бар деген мәтелдің жарқын үлгісіндей болды. Бауырларына ақылдың шамы, сенімнің қорғаны, қиын сәтте сүйенер тауы бола білді. Артынан ерген Серік, Бақыт, Елбай, қанат інілер мен Татьяна, Гаухар, Мария, Сәуле сынды келіндері оның осы қасиеттері үшін алдынан қия басып өтпей, айрықша құрмет тұтатын. Әттең, бауыры Серіктің өмірден ерте озғаны әкеміздің жанына жазылмас жара салды. Ішкі мұңын сыртқа шығармаса да, бауыр дегенде жүрегі елжіреп тұрады. Азаматтық борышын өтеп келген соң, әкеміз ұзақ жылдар бойы оқу өндірістік комбинатында ұстаздық етті. 20 жылдан астам уақыт бойы талай жасты жүргізушілік өнерге баулып, өмір жолына қанат қақтырды. Ол үшін бұл жай ғана жұмыс емес, үлкен аманат еді. Шәкірттеріне техниканың тілін ғана емес, адам болып қалудың әліппесін де үйретті. Сондықтан болар, шәкірттері ол кісінің есімін әлі күнге дейін ілтипатпен атайды. Өмірлік серігі Ғалия анамызбен 21 жасында отау құрып, шаңырағы биік, босағасы берік, жарасымды отбасы атанды. Қиын сәттерде түсіністік танытып, қуанышта бірге қуана білді. Оның қамқорлығы мен жауапкершілігі, сабырлығы мен адалдығы балалар үшін де айрықша үлгі болды. Балалар үшін әкелік мейірім махаббатын төге білді. Аянбай еңбек етіп, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқыттырмай, өзінің қарапайым да зор тұлғасымен еш мектеп бере алмайтын тәлім тәрбие беріп, қашанда дұрыс жол көрсете білді. Ақыл кеңесін аянбады. Қиын сәттерде демеу, қуанышта сүйеу болып, балаларының жүрегіне әкелік мейірімін төкті. Қызы Гүлнар мен күйеу баласы Асқарға, ұлы Бейбіт пен келіні Маржанға шын мәнінде өмір бойына азық болар сара жол көрсете білді. Өнегелі тәлім тәрбиесін бойларына сіңіре білді. Әке деген ардақтатқа кір келтірмей, өз міндетін абыроймен атқарып өтті. Балаларынан 7 немере сүйіп, ұрпақ қызығына бөлінген Саған, оларды өмірінің шырағы санады. Гүлнар қызынан тараған Алуа, Ермұхаммед, Дәмелі, ал Бейбіт ұлынан өрбіген Сымбат, Ақниет, Арын, Арай атты немерелерінің шат күлкісі оның жанына қуат беретін. Шөбересінің дүниеге келгенін естігенде төбесі көкке жеткендей қуанып еді. Амал не, маңдайынан иіскеп, құшағына басып үлгерместен Раббысына аттанып кетті. Сағындық әкеміз құда жекжатпен қарым-қатынасты ерекше қадірлеген жан еді. Әрдайым сыйластықты сақтап, татулықты ту ете білді. Жылы сөзімен, ақ ниетімен екі жақты жақындастырып, арадағы байланысты берік ұстады. Бар болса тасымайтын, жоқ болса жасымайтын сабырлы мінезімен
туған туыс, ағайын жұртқа қашанда құшағы ашық кең пейілімен айрықша құрметке бөленген Сағаң өз ортасының, туған туысының қадірлі азаматы болды. Өмірінің соңғы күніне дейін ағайынның қуанышына да, қайғысына да ортақтасып, жығылғанға тіреу, шаршағанға демеу, қамыққанға қамқоршы болды. Өмір бойы темір тұлпар тізгіндеп өткен, жүргізушілік кәсіпке адал болған Сағындық Әбусағиұлының ниетіне орай адал достары да көп болды. Достарына қашанда шынайы, уәдесіне берік, қиын сәтте қасынан табылатын сенімді жолдас бола білді. Әттең, уақыт тоқтаусыз, адам ғұмыры өткенші. Кеше ғана арамызда Асқар таудай болып жүрген әкеміздің дүниеден озғанына да 1 жылға таяу уақыт өтіпті. Көзі тірі болғанда мерейлі 70 жасын тойлап, төрімізде ұрпағына ақ батасын беріп отырар еді. Амал нешік, тағдырдың жазғанына пенде шарасыз. Дегенмен артында қалған өнегелі ізі, адамдық болмысы, ұрпағына берген тәлім тәрбиесі әкеміздің мәңгілік өмірінің жалғасы болып қалатыны көңілге медет. Біз үшін әкеміздің болмысы адалдықтың жарқын үлгісі, сабырдың сарқылмас мектебі, мейірім тұнған мекен еді. Оның мейірімге толы бейнесі, жылы жүзі, сабырлы үні жүрегімізде мәңгі сақталады. Жатқан жерің жайлы, топырағың торқа, иманың жолдас болсын, асыл әке. Рухың пейіштің төрінде шалқысын. Қара шағарақта жаңа жыл алдында бас қосамыз. 31-ге дейін отырушы, қазір енді әрқайсы біздің өзімнің бала шаға өсемелі, бәріміз 12-ге дейін тарап кетеміз ғой. Біздің өміріміз оптимистік. Сені снимать етіп отыр ғой.